Намазсыздар, құрметті студенттер, Саржаз кәсіптік техникалық колледжі нөмірі 35 топ өндірістік оқу шебері Мұқажанов Ерубай Тұрсынбекұлы. Кезекті онлайн дәрісімізді бастаймыз. Сабақтың тақырыбы электрлік монтаждау құралдарын қолдану. Сабақтың мақсаты электрлік монтаждау құралдарын қолдану, оны меңгерту. Ал енді бізден электр жиынтығының құралдары. Мысалы үшін әртүрлі размерде бұрауыштардың, былай айтқанда отверткілердің әртүрлі размерлері болады, өзінің әр неге байланысты. Үнемге тістеуіктердің де, мысалы үшін тістеуік, бұл мысалы үшін мұқият болып қарауымыз керек. Сабында ешқандай ақау жоқ болу керек. Мынау кусаши дейді, кескіштер, былай айтқанда. Үнемге круглогубцы, мынау әртүрлі проводтардың басын дөңгелектеп июге, мысалы үшін арналатын құрал сайман. Мысалы үшін бізде бір проводымызды алып басын аршып, бірінші мұқият проводтың басын аршығышпен размеріне қарап аршып аламыз. Мінекей, әр өзімізге керекті деңгейде проводты аршып аламыз. Аршып алып, круглогубцыны біздің өзіміздің жаңағы бұрайтын болтымыздың размеріне қарай дөңгелектеп иіп аламыз. Дөңгелектеп иіп аламыз да, соған байланысты мынандай қылып әртүрлі размерде иіп аламыз. Сол үшін пайдаланылады. Мысалы үшін мынау пышақ, бұны да мұқият аршығанда провод өте сақ болған жөн. Ол проводты аршыл кезде әртүрлі жаңағы қолды, өзіміздің қолымызды кесіп алмас үшін, жарақаттар алмас үшін мұқият дұрыс ұстаған жөн. Сабы бәрі сауысылық емес болу керек. Мысалы үшін ақырын аршимыз, қолымызды абайлаймыз, бұл жерде қолды арындатып алмауымыз керек. Мұқият аршығанда дұрыс қадағалап жөндеп аршымаса өте қауіпті болады. Мінекей біздің проводымыздың басы аршылды. Енді арғай жаңағы провод аршығышпен бұның өзімізге керекті мөлшерде проводтарын аршимыз. Ал енді керекті, мысалы үшін мына балғамыз, мынау әртүрлі кей жерлерде керек болады. Мынау күліш, бұл да әртүрлі размерде ашылып қосылып отырады. Негізі жас мамандардың қолданғанда отверткіні де бір затты бір ағарда алақанға тақап өте көп жұмыс істеуге болмайды. Отверткі тайып кеткен жағдайда қолға жаңағы отверткінің несі кіріп кетуі мүмкін. Оны да мұқият қарауымыз керек, абайлауымыз керек. Мінекейіңіздер, аштық жерге қоямыз. Мынау өшіріп қосқыш жаңағы қораптар, бұларды да ашып жатқанда қолды жаңағы мұқият болуымыз керек. Мінекейіңіздер, мынау крышкасы бетке ашып алдық. Мүмкін барып жаңағы әртүрлі размерде бізге бұлардың тереңдігіне жаңағы жіңішке отверткіміз керек. Мысалы үшін кіретініне, мысалы үшін әртүрлі размерде отверткілердің несіне бұрап қайтып не жасаймыз. Мынау отверткімен бұрап ашып, керекті затымыз проводымызды салып қайтан бекітеміз. Мынау бізде арнайы тоқты өшіретін құрал. Бұнымен жаңағы тоқтың бізге келген кернеудің жаңағы нөл мен фазасын анықтап аламыз. Сол үшін қолданатын электр құралы. Мынау әмбебап электр өлшеуіштер. Бұнымен жаңағы тоқтардың күйген диодтарды, соларды тексеріп аламыз. Электрде проводтарды орау үшін бізде мынандай изоленттер пайдаланамыз. Бұның бәрі тоқтың жаңағы ашық жерін орап жабу үшін қолданатын заттар. Ал енді студенттер электр құрал саймандарын жаңағы не түсіндіңіздер, соны WhatsApp арқылы немесе классрумға салып жіберулеріңізді сұраймын. Сабақты зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет.